Өмірдің өз заңы бар. Біреулер асығып алға ұмтылады, енді біреулер күтуді, сабыр етуді үйренеді. Бірақ түбінде бәріміздің жүрегімізді бір сұрақ мазалайды. Біз кімге сенеміз? Кім үшін күресеміз? Бұл сұрақтың жауабы әркімнің жүрегінде жасырылған. Кейде сол жүрек бізді адастырады, кейде тура жолға бағыттайды. Бірақ қалай болғанда да жүрекке қарсы шыға алмайсың. Менің түсінгенім бойынша, адам тек өзіне ғана емес, жанындағы адамдарға да жауапты. Әрбір ісіміз, әрбір таңдауымыз айналамыздағы тағдырларға әсер етеді. Бір адамның сөзі екінші адамның өмірін өзгерте алады. Ал бір қадам бүтін бір оқиғаның бағытын бұрып жібереді. Сол үшін біз өз жүрегімізге құлақ асуды ғана емес, жанымыздағы адамдарды да қадірлеуді үйренуіміз керек. Өйткені сенім жалғыздықты жеңетін, күмәнді сейілтетін күш. Сенім бар жерде үміт бар, ал үміт бар жерде өмірдің өзі жалғаса береді. Кеше үйде интернет істемей қалған, колл-центрге звондадым. Бір оператор жігіт алды телефонда. Ұрсайын деп тұрған едім. Дауысын естіп, еріп кетсем бола ма? Сосын, ұрыстың ба? Қайдағы ұрысқан? Даусына ғашық болып қалдым ұрыспақты гүлі. Мә, нефтему бір нәрселерді айтып кеткенсің ғой. Есімін сұрадым. Есімі Ерназ екен. Ай, олар айта береді кез келген атты. Жоқ, бірінші сұрағанда есімім Ербол деген ғой. Сол шын аты Ербол екен. Жаймен деп номерін алайын деген ғой. Қыздар, көліктеріңіз дайын. Ой, Міне, көріп алыңыз. ой, рахмет, сіңілім, рахмет. Жақсылыққа келіңіз. Рахмет жаным, рахмет. Аля, өте күшті жаңалық бар ше, алдындағы жұмыс. Аға, сіздің шалбарыңыз дайын. Ой, рахмет, айналайын. Ойбай, белім. Ойбай. Дайын болды ма? Иә, дайын. Жұмысы қатты қиын болған жоқ, 2000 теңге. Жақсы. Мен балам. Осы ауа әлсіз болады да тұрады. Ай, осыны бас. Тағы бір жүргізесің ау деймін. Сосын не беремін, жіберерім, жақсы ма? Тағы бір айналдырма. Жақсы. Осы жақсы. Жақсы.
Моля, сенде уже 2 нарушение. Үшіншісі болса не болатынын білесің ба? Ту, қоя бер шоң. Клара қайда? Білмеймін, таңертең шығып кеткен. Жоқ қой әлі, отырмын соны күтіп. Менде бір күшті жаңалық бар ше, айт. Моля, ондай әңгіменің бәрін офиста айтамыз дедік қой. Ешкім көріп тұрған жоқ. Қайта соны Мен іштесіз. болмаса Клара келсін онда. Болды онда мен офисқа кеттім. Тірлік бітпейтін қате екен бір. Бәрі дайын болды. Енді соғысуға болады. Келесі қадам. Команда жинау. Қызым бар, саған бар ғой. Көйлек кигені өте күшті жарасады екен. Қойшы, пап, ұнамайды маған. Бір түрлі ыңғайсыз ғой. Неге? Ана Майя апаңды қарасай, онда жарасады көйлектер. Ой, енді ол Майя. Майяға көйлек киген жарасады. Маған осылай. Нормально ғой? Эстада күнде қасында жүрген сен қызым емес, інім сияқты болып жүрсің ғой, білесің ба? Енді папа, мен кішкентай кезімде бір кукла ойнап өскен жоқпын ғой. Машина шұқылап өскеннен кейін осындай болмысым ұнайды өзіме. Енді мен саған күнде көйлек ки деп атқан жоқпын ғой. Арасында боянып, кішкене ұқсап, сенде нәзіктік бар. Сенің ішінде тек қана тік мінез емес, сұлулық та бар, нәзіктік те бар, сұлулық та бар, сенде бәрі бар ғой, білесің ба? Папа, оның бәрін білемін мен. Бірақ біреуге ұнау үшін боянып, сыланып, әдемі көйлек кимей-ақ қойдым. Маған осылай киінген ұнайды. Үй үстіп жүре бергім келеді. Оны айта бермеңші, қойш. Жарайды. Қандай болсаң да мен сені жақсы көрем, білесің ғой, иә? Мен де. Бізде ерекше дела қыздар. Кәдімгі манипулятор, абьюзер, тиран. Бірақ Манипуляторлар саған. бұл біздің бұрынғы пациентіміз, бізде разработкада болған. Басына тимейтін біреуде шында. Ондайлар маған. Қыздар, бұл жерде бізді танып қояды. Басқа қыздар бару керек. Біз сақ болуымыз керек. Клиенттің айтуы бойынша бар ғой, барлық психологиялық қысым көрсетілген. Тіпті шантажға дейін жеткен ғой. Сосын келіп отыр ғой клиент бізге. План жоқ менде. Әлгі клиент соны әйел ма? Жоқ, басқа ел. Қыздар, бізге жұма керек. Жұма күн шақырыңызшы. Дәл өзі. Шақырамыз. Ассалаумағалейкум, Ореке. Ореке деймін. Ореке. Ореке? Ой, кешір. Орекең қайда? Білмеймін. Алло. Ау. Болды, жарайды, қазір барам. Аха. Давай. Майя, осы жол мен бармай қойыншы. Мен көйлегім де жоқ оған. Сен кім ба? Болдым да өзім барып таңдап кие берем. Сен қайдасың қазір? Мақұл. Жарайды. Кеттік. Қайға? Стилист боласың маған.
Жұма, мен шықса енді. Қойш біртүрлі болып тұрмын. Ят сияқтына мен. Ей, шықсай көрейік. Қойш кимеймін мен. Қандай көйлек киеді ма? Я вообще не мына? Ренжімес Жұма. Бірақ тура цирктегі велосипедеден күшікке ұқсап қалдым. Жандос, қатыспай мені операцияларға. Кетші бар. Ой, ойнап атырмын. Басқасын кеп қош Жұма. Қазір. Жандос, қалай? Жандос. Жандос! Мә, күшті. Тура агент 007-нің қыздарына ұқсап қалдың ғой. Қайш? Күшті жарасып тұр ма? Прям күшті. Администрация, не мына тамақтар? Бытшыт, ужас деп. Айғай шарт кетпесем кәз. Мә, тура осылай кейін ал. Ана жақтағын бәрін қуатасың сен. Болды. Кеттік па? Кеттік. Шашын бейт толқын етем да, ерін қызылық боя алайын, Вообще зар болады. Шіркет. Қыздар, байқадыңдар ма? Клара соңғы кезде біртүрлі болып жүр, параноик па бірдеме? Қойшы? Негізі бізге бір шығып демалып келу керек ше. Шында да шаршап жүрген сияқты. Қыздар, шетелге шығып демалып келеміз ба? Шетелге барып ше, ана күшті. Моля, соңғы рет компьютерді қашан тазаладық? Есімде жоқ. Не болды? Шақыртып тазалату керек. Wi-Fi-ді өшіріп тастау керек. Клара, бұлай болмайды. Сізге не болған? Бізде бірдеңе жасырып жүрсіз ба? Қыздар, жай әшейін соңғы кездер көп көзге түсіп кеттік. Қойыңшы, Клара қайдағын айтпай. Осы күнге дейін бізді ешкім таба алмағанда, бұдан кейін де таппайды. Онда келсек шәшек. Моля, жүр, бір жерге барып келейші. Жарайды, барып қайтайық. Ноутбукты ұмытпашы, жүр. Айттым ғой саған бірдеңе болып жүр бұл кісі. Не аппандай көңілге болмай біртүрлі жүр. Не көзге көп түсіп кетті дейді. Қалай аламыз аға? Сізге ұзын шаш жараспайтын сияқты. Болмаса қысқа әдемілеп алып берейін да, аккуратно. Жақсы. Жинақ алып ал, сол жетеді. Аға деймін да. Сіз сияқты клиенттер көп болса ғой деймін да. Әйтпесе кеше бір бала келді. Не өзі, не сөз түсініксіз. Не айтып атқанын түсінбедім. Мен ғанама деп ойлағам ғой. Сөйтсе, қасымдағыларын сұрасам, қасымдағылар ешкім түсінбеді ғой ананың сөзін. Сонымен не керек? Тым түсіндіре алмай, тістеніп кетті ғой анау. Жұмыстың жеңіл болатын бет. Аға, жұмыс емес қой, адамдар ғой шаршататын. Өзіңіз не жұмыс жасайсыз аға? Частный детективпін. Детектив? Өмірімде бірінші рет жеке детектив көріп тұрмын ше. Сонда, мысалға, сізді жалдайды, сосын сіз оларға жұмыс жасайсыз ғой,
Мен өзіме жұмыс істеймін. Жоқ, түсіндім ғой. Мысалға, әйеліне сенбей қалады да біреу. И сізді жалдайды, сіз барып аңдайсыз ғой оны. Жоқ, менікі басқа бағыт. Басқа бағыт дейсің. Сонда сіздікі қандай бағыт? Мына шашты бірінші және түсіп тарап алып, сосын арыға айта беремін. Мен де біраз іздедім оларды. Сосын қойдым. 15 жыл программист болып істеген ғой. 15 жыл жинаған абырой, таныстарым бәрін бір сағатта алып қойды ғой. Иә, мен сенің жағдайың шет жағасын естігем. Түсінемін. Басқа жұмысқа тұруға әрекет жасамадың ба? Енді біздің ауданда программистердің ортасы бір тар шеңбер сияқты да. Барлығы бір-бірін таниды. Алмады еш жерге. Студент кезімде шаш тараза істегем. Содан осында келдім ғой. Осы үшін барлығын шаштарын жұлам. Жалғыз өзің ештеңе істей алмайсың оларға. Мен қазір команда құрып жатырмын. Біз сияқтылар. Оларды тоқтатуымыз керек. Мен командадамын аға. Жарайды, жақсы. Онда мен айтқан анаға адреске келерсің. Жақсы. Асеке, уайымдамаш. Мен саған айттым ғой, әр қонақты өзім қонағым құсап күтем. Қайсыңдар? Иә. Қазір екінші кафеге барам, ол жақты да реттеймін. Асеке, сен сүйсен маған. Сен жоқтығын білдіртпеймін ғой мен. Все хорошо, мен кеттім. Сені орныңда болсам ол жаққа бармас ем. Маған айтып отырсыз ба? Кімсіз сіз? Есімің Жанболат. Бұрын үлкен және кіші бизнеспен айналыстың. Одан кейін әйеліңмен ұрыстың. Бар ақшаңнан айырылдың. Қазір міне достарың кафелердің бірінде бастық болып жүрсің. Сіз түсінмедім мен. Не керек сізге? Кімсіз сіз? Мен мынау жоғалған ақшаңды қайтарушы. Жоғын қой берші. Келінді қайтаруға керек адаммын. Түсіндім болды. Оны айтып отырсыз ба? Мен өмірім жақсы зерттепсіз, бірақ ол өткен шақ. Мен қазір мүлдем басқа өмір сүріп жүрмін. Сен үшін қуаныштымын. Тағы бір білетінім, сен онша тосын сый жақсы көрмейсің. Жұмысыңда сені тосын сый күтіп тұр. Сіздің тапсырсыңыз ас болсын. Сіңілім, бері кел. Я тыңдап тұрмын. Не мынау? Кешіріңіз, қазір ауыстырып алып келем. Керек емес. Басшыңды шақыр бар. Кешіріңіз. Біз қазір сізге тапсырысыңызды ауыстырып әкеліп береміз. Керек емес маған. Не мынау? Қалай жұмыс жасайсыңдар? Кафелеріңді жаптыртып жіберейін бе осы тұрғандарыңда? Кешіріңіз, бірақ бізде мұндай жағдай мүлде болмаған. Мен қазір охрананы шақырайын, камераны қарап көреміз. Сонда сен мен мынаны салт деп тұрсың ба? Мені бәлеқор деп тұрсың ба? Өзім істедім ба мынаны? Жоқ, жай көз жеткізу үшін. Қандай көз жеткізу? Мен сесті шақыртып, ана кухняңа кіріп, бычтын шығарып, ана кафеңді жапқызып, позор қылам бүкіл жерге. Кешіріңіз. Не кешіріңіз? Басшыңды шақыр бар, менді ашытпай. Бұндай мәселені мен шешемін. Сен шеше алмайсың. Книга жалып алып кел, или басшыңды шақыр маған, түсінің ба? Ол кісі қазір бос емес. Қалай бос емес? Қанат, бара берсең болады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Сіз ба басшы? Я тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Не мынау? Қараңыз. Түсіндім. Қалай жұмыс жасайды официанттарыңыз? Не мынау? Девушка, ұрсуға асықпайық. Бізде камералық жүйе жұмыс жасайды. Ең бірінші камерадан көрсек бола ма? Әрине сіздің рұқсатыңызбен, Менше, мына жерге сесті шақыртып бар ғой.
быт-шыттарыңды шығарып, жапқызып, позорларыңды шығарам. Не мынау вообще ұнап тұрған жоқ жұмыстарың. Қалай жұмыс жасайсыңдар сендер? Тешка, ашуланбаңыз енді. Ашуланам ба, ашуланбайым ба, өзім білем. Қазір кафемізді жаптырсаңыз, біз қалай жұмыс жасаймыз сосын? Сосын сізді бір жерден көрген сияқтым. Қай жерден көрдім? Есіме түсті. Болды, сіздің өтінішіңізді қараймыз. Жүріңіз. Мен қазір, Жүріңіз. Жоқ, қазір бір минут. Девушка, тоқтаңыз. Танып қою мүмкін емес. Жай ғана айта салған шығар мүмкін. Жоқ, жай ғана айтқан жоқ аналарың. Оның үстіне алдыңғы пациент, Иә, бір түрлі болып қалдым бар ғой. Бұндай сезінбегелі біраз болып еді. Жұма, не болса да саған рахмет. Қыздар, кешіріңіздерші. Өзіме көп алып кетіп ем. Басқаша жақындауым керек еді. Менің қатем болды. Бұл жерде сенің қатең емес, Жұма. Бұл жерде басқа мәселе. Жарайды, қыздар. Мен Эстоға кеттім, жұмыстарым бар еді. Кеттім. Қыздар, не істейміз енді? Барып клиентке айтшы, бүгін жұмыс болмайды деп. Кешке жиналыс, қыздар. Тазаладың ғой, Қалайсыңдар, жігіттер? О, Клара, қалайсың, жағдай жақсы ма? Шүкір. Жандос, аккумуляторды әпкеш бір. Заряд, толған шығар өшім. Кел, Клара. Оразбай былай болып тұр. Өткенде саған әңгіме айтқан едім ғой. Сол шынымен болып жатыр. Есіңде бе? Қай жағынан? Біздің сыртымыздан біреу түскен сияқты. Нақты көзің жете ме? Ішім бір нәрсені сезіп тұр бірақ. Так, не істеу керек онда? Былай, Оразбай, сен офис сыртына бақылап жүрші. Сонда сыртта тізгін дұрыс болса, мен өзіме сенімдірек болам. Жарай ма? Жарайды, болды. Мына машина не ағып тұр? Күдікті сияқты жүрді. Нөмірі де басқа өңірдік. Көрешіне болса да бар. Алло, Клара. Сенің айтқаның рас болып шықты. Күдікті бір мәшіне жүр мына жерде. Байқаңдаршы. Аха. Жалғызсың ба? Жалғызбын. Кір. Кел, кір. Міне тағы біреу қосылды. Танысып қойыңдар. Есбол. Жігіттер, әңгіме былай. Мен сендерге бәрін ашып берейін. Бұлар еркектерден қорлық көрген әйелдерді қорғаймыз деп ұйым құрып алған. Енді бұл екеуміздің олардан кек алуымызға себеп бар. Бірақ сіз неге олармен өштесіп жүрсіз? Мен өштесіп жүргем жоқ. Менікі тепе-теңдікті сақтау. Сонда бұларға заң жоқ па вообще? Иә, бұлардың қолы жетпеген, құлақ естімеген жер жоқ, өте қауіпті. Бұлар ер азаматтардан әйелдерді қорғаймыз деп еркектерге соғыс ашқан. Соғыстың басталып кеткені қашан? Осылардың кесірінен бар ғой. Бір ай ешкімге сөйлемей мылқау болып жүрдім ғой мен. Братан, менде тағы бір сұрақ. Олардан қалай кек алмақшысыз? Менде арнайы жоспар бар. Сондықтан да маған сендер керексіңдер. Мен дайынмын. Бірақ менде жұмыс бар, мен ол жұмысты тастап кете алмаймын. Иә, әрине.
түсінем. Біздегі бір мақсат бәрімізге тиесілі. Бұлар бастық аруы өзін кінәсімін деп есептейді. Сондықтан да бұлардың әлсіз жерінен соғамыз. Не дейсіңдер? Мен командадамын. Мен де. Сендер бекер таңдаған жоқпын жігіттер. Есбол, мен сенің компьютермен жақсы дос екеніңді білем. Сондықтан да сен маған керексің. Жарайды. Сен болады. Адам сөйлеп баурап алатынды көрдім. Ондай адам кездестірмеген. Сондықтан да жігіттер, жоспар бар, әлі де команда жинаймыз. Бүгінше боссыңдар. Есбол, ноутбугыңды ашасың. Барлық ақпарат атқара бер, қопара бер. Мүмкін бір нәрсе тауып аларсың. Жақсы ма? Жарайды. Керек уақытта хабарласам, боссыңдар. Жақсы. Жігіттер, дымдарың іштеріңде болсын. Жарайды. Қыздар, біз қатты босаңсып кеттік. Ертеңнен бастап барлық дело, барлық сұраныс тоқтатылады. Мен өзім хабарласқанша өз жұмыстарымен жүре тұрыңдар, түсінікті ме? Ал қазір болып жатқан процестермен не болады? Енді мен не айтып отырмын, 2-3 күнге процестер тоқтайды. Клиенттермен араны бұза тұрайық, кішкене тоқтата тұрайық. Түсінікті. Онда бүгін жұмысы барлар сол жұмысын аяқтасын, қалғанымыз тарқайық. Неге? 2-3 күн ақ, 2-3 күн күтіңдер дедім ғой мен сендерге. Болды, сонымен жиналыс бітті. Тарқайық. Менде жақсы жаңалық бар. Қане? Пошталарымыз алдың ба? Одан да қызық заттар шығып жатыр ғой. Қараңыз, әйелдерді қорғау деп жазып қойды. Қағаз жүзінде әйелдер қорғау ұйымы. Іс жүзінде барып тұрған ұйымдасқан қылмыстық топ. Бізде бұлардың бүкіл компьютерлік камераларын, бейне бақылау камераларын қолға түсіре аламыз. Ол үшін бізге не керек деп ойлайсыз? Ол үшін бізге жай ғана IP камералардың өзара әрекет ету стандарты, сосын бейне бақылауды басқаруға арналған бағдарламаны қамтамасыз ететін жүйелі блок қажет. Болды. Есбол, өзіміздің тілде айтшы. Өзіміздің тілде айтқанда жақсы компьютер керек. Солай демейсің бе енді? Қазір. Алло. Қыздар, біздің соңымыздан анық біреу түсті. Кектенген біреу бар. Қойыңызшы, Клара. Пациент біздің қалай жұмыс жасайтынымызды білет. Жұманың түрін танымаса да біздің почеркімізді танып қойған ғой. Несін ұшықтыра бересіз? Ой, олай болса жақсы ғой. Бұл жерде бір шикілік бар. Қыздар, сыртта күдікті ештеңе жоқ. Уайымдамаңдар. Солай ма? Онда сендер жүре беріңдер. Мен осында қалам. Ойбай, сіз неге қаласыз? Қалам, жұмыстарым бар. Жүре беріңдер сендер. Клара, сіз бізді қорқытпай бір ғой. Айтсаңшы, не болып жатыр? Айтпаңызшы. Айтпаймын, кете беріңдер. Болды. Қайтыңдар дедім, болды. Ерігіп жүрген сияқтымыз, айтпайсыз ба? Қай жақпен қайтамыз? Тасқа. Қайт деген несі бала? Нәтиже бар. Сені бекер таңдаған жоқпын ғой, Есбол. Ол шынайы кейіп емес, тым қатты бақылауда ұстайды. Басқа план керек. Онда оны уақытша шеттетеміз. Біраз піссін, опс оралам дегенше дайын болып қалар. Бірақ қатаң бақылауда ұстау керек сияқты. Қабылданды. Мыналардың таза секта ғой. Реакция бар. Яғни, дұрыс жолда келе жатырмыз, жігіттер. Әзірше тынышталып дайындықты күшейту қажет. Qormete bilet, кейде күйдірет, кейде сүйдіретін сүй. Жүрегің қалайтын, бағыңа балайтын, өзі қан санайтын бейі. Олар жайлы айтсам түйі. Әйелдер
әйелдер, 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 әйелдер. Құрмете білетін, кейде күйдіретін, кейде сүйдіретін сүй. Жүрегін қалайтын, бағыңа балайтын, өзің қан санайтын бейі. Олар жайлы айтсам түйіп. Әйелдер, әйелдер, беу әйелдер, әйелдер.